Қараңызшы, ссылка таратқан кезде 50 адамға ғана тараттыңыз дейікші, 50 адам. Мына 50 адамыңыз небәрі 10 адамға таратты дейік. Мына 10 адамыңыз, яғни тағы да 10 адамға таратты дейікші. Сізде уже 5000 адам, я? 5000 адам сіздің ссылкаңыз арқылы товар алған. Осы адамдар небәрі 5000 теңгеге ғана заказ жасады дейік. Яғни 25 миллион товарооборот ұйымдастырылды бұл жерде. Осының енді 3%-іне көбейтек сіздің әр товардан алатын 3%-іңіз. Айына сіз 750 мың теңге аласыз деген сөз. Осы небәрі 50 адамға тарату арқылы. Енді қараңыз, 50 адам жаңағы 3% демек общий жаңағы бүкіл 3 поколениядан алатын 6%-ке көбейтекші. Сіз небәрі 50 адамға тарату арқылы 3 поколениядан 1,5 миллион табыс көресіз айына. Осылай есептеледі.